ең алғаш 2007 жылы директор болып келген кезде осы жерде мынандай үлкен кресло сатылып кетті маған кәдімгідей. Сосын отырып көрсем, кәдімгідей жағып барады, анадан тұрғым келмейді. Сосын креслоның буы болады екен. Мен кәдімгідей журналистігімді ұмытып, чиновник болып бара жатырмын ақырында. Жігіттер мынаны жағып, қарапайым ғана орындық керек дедім де, қарапайым орындық алдым. Ол кезде басқа орындық болатын, мына орындықта қарапайым орындық. Содан кейін біріншіден сен өзің журналист екеніңді ұмытып кетпейсің, біріншіден, иә? Екіншіден жұмсақ орындық ол адамды жалқау болып жібереді ғой. Мен чиновник емеспін, журналистпін. 2020 жылдың 18 мамырында Бейсекең қазақтың бейсені соңғы сапарға аттанды. 9 айлық арпалыста бір сәтте сыр бермей, жан қиналысын сездірмей, ешкімге мүсіркетпей басын тік ұстаған күйі бастауына қайтты. Қайғы жамылған қалың жұртқа тосқауыл болмады. Оны жерлегенде қазақпен бірге қара аспанда егілді. Өзі сүйген Талдықорғаннан уыз топырақ бұйырды. Ақ мәрмәрдан кесене салынған жоқ, жайдақ төмпешікке туған күреңбелінің көк тасы белгі болып қойылып, Бейсен Құранбек деп жазылды. Болғаны сол. Тірісінде ешкіммен таласпады. Көз жұмғанда да қарапайым күйі кеткенді қалады. Егер Құдай маған тағы да аз ғана ғұмыр бергенде, мен қарапайым ғана киінер едім. Таң шапағымен оянар едім, жан тәніммен шуаққа ұмтылар едім, жас балаға қанат берер едім, және оны ұшуға өзім баулайтын едім. Мен әрбір адамның шыңның басына шығып өмір сүргісі келетінін түсіндім. Бірақ шынайы бақыт әдетте сол таудың етегінде тосып тұрады. Иә, біз бәріміз де бақытты болғымыз келеді, бақытты өмір сүргіміз келеді. Ал соның бір сыры бақытты болатынына сенген адамдар және соның жолында харекет жасаған адамдар ғана бақытты бола алады.